Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы Жусан банк жұмысындағы күрделі болып тұрған мәселелерге талдау жасаған. Банк болсын, басқа қаржылық ұйым болсын, немесе ұлттық компаниялар мен трансұлттық корпорациялар болсын, олардың мемлекет алдындағы борышын өтеу қандай болып жатқаны қалың көпшілік үшін әрқашан қызықты әрі маңызды. Олардың жұмысындағы нешеме құйтырқылықтар жайлы портал мейлінше көбірек жазып та жатыр. Сол сияқты Жусан банктың аяқ алысында нелер болып жатқанында порталдың жіті назарында. Мемлекет бұл банкты сүйемелдеп келе жатқанымен жарытып дивиденд алмайтын сияқты. Оның себептері қандай екен, осы материалдан оқып білеміз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? 21 қаңтар күні мемлекет тағы ұтылды. Жусан банк биылдан бастап неге белсенді болуы керек деген тақырыппен жарияланған материалда мына төмендегіше мәліметтер бар. Қазақстан бойынша мемлекет алдындағы қарызы ең көп қаржы институты Жусан банк. Оның балансында мемлекеттің 1 триллион теңге ақшасы жатыр. 2024 жылдың 9 айындағы жағдай бойынша банктың үлестірілмеген кірісі 500 миллиард теңгеден асқан болатын. Аудиттелмеген деректерге сенсек, Жусан банк 2024 жылдың қорытындысы бойынша 156,7 миллиард теңге таза кіріс алды. 2023 жылғы таза пайдасы 133,2 миллиард теңге болған. Bir жылдың ішінде табыстың өсуі проценттік кіріспен шетел валютасы операцияларынан келді. Комиссиялық кірісі көп өскен жоқ. 2023 жылғы және оның алдындағы жылдардың кірісі бар. Солардан Жусан банк былтыр самұрық қазына қорынан алған 100 миллиард теңге қарызды мерзімінен бұрын қайтарған болатын. Биылда банк берешектерін қайтаруды жалғастыруы тиіс, бірақ кімге қайтарады деген сұрақ бар. Алдымен Жусан банк кімге қарыз екенін анықтап алайық. Оның ең үлкен қарызы кезіндегі Цесна банктен мұра болып қалған. 2018 жылы Цесна банк тығырыққа тірелді. Оның ауыл шаруашылығы саласына берген кредиттері қайтпай, банк дефолтқа жақындап қалған еді. Сол кезде іске мемлекет араласып, 2018-2019 жылдар аралығында проблемалық несиелер қоры Цесна банкының 1,5 триллион теңге болатын проблемалық кредит портфелін сатып алған. Банктың қаржылық есептілігінде субординацияланған қарызының соңғы көрсеткіші 114 миллиард теңге деп көрсетілген. Бұл Жусанға АТФ банкінен мұра ретінде келген борыш. Есептілікте жатқандықтан Жусан дәл осы 114 миллиард теңге қарызды биыл қайтара бастауы мүмкін. Қарызды бірден жаба салуға да қауқары жетіп тұр. Мына сұраққа банкте құзырлы органдарда жауап таба алмай қиналуы мүмкін. Проблемалық несиелер қоры тарапынан көрсетілген көмек Цесна банкке қайтуы тиіс пе? Шартта қалай жазылған? Әлде бұл көмек списаниеге кетіп, ол бойынша ешкім жауап бермей ме? Мемлекеттің Цесна банкты құтқаруға берген 1 триллион теңге көмегі оның ізін басқан Жусан банктың қағаздағы балансында, дәлірек айтсақ, қаржылық есептілігінде жоқ. Бұл мәміленің егжей-тегжейі құпия сақталатындықтан банк қарызды қайтарама, қайтару графигі бар ма деген ақпаратқа қол жеткізуде мүмкін емес. Өзінің балансында жатпағандықтан, де юре қарыз емес болғандықтан, Жусан банкте Цесна банк қарызын қайтаруға асықпайтыны түсінікті. Мемлекет осы жолы тағы ұтылған сияқты. Портал ертеңіне 22 қаңтарда тағы бір мақала басты. Жусан банк асықпады, мемлекет қарызы неге қайтпады деген бұл материалда Жусан банк қожайыны Ғалымжан Есеновтің не істеп не қойып жүргені біраз шиырлаған. Онда былай деген: мемлекеттен алған қарызды ертерек қайтарамыз деп уәде берген Жусан банк басшылығы әзірге ештеңе татырмады. Бірақ 2022-2023 жылдары рекордтық табысқа ие болды. Биыл банк қожайыны Ғалымжан Есеновтың қарыздан ертерек құтылу туралы шешім қабылдауы мүмкін бе? 2023 жылы Ғалымжан Есенов үшін аумалы төкпелі заман болды. Ол Кәрім Мәсімовтің адамдары жұлып әкете жаздаған Жусан банк акционерлік қоғамы директор
директорлар кеңесін өзіне қайта қаратты және жыл бойы банктың ішін толық тазалады. Ғалымжан Есенов Жусан банкке қатысты директорлар кеңесін басқарғалы бері ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Қарызды ерте қайтару туралы уәденде ол бермеген болатын. Қарызды ертерек қайтарамыз деп Есенов келгелі жұмыссыз қалған банктың бұрынғы басқарма төрағасы Нұрдәулет Айдосов айтқан еді. Есенов үшін ауыр таңдау тұр. Мемлекеттік қарызды толық қайтармай, ол Жусан банктен жөні дұрыс дивиденд шығара алмайды. Себебі заң сондай. Одан бөлек Жусан банктың әр қимылын қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жіті қадағалап отыр. Бірақ банк қарызды бірден қайтаруға міндетті емес. Ол қарызды алғанда заң бойынша жасалған келісім шарт бар. Шартта қарызды төлеу графигі бекітілген. Сол графикке сәйкес асықпай қайтара берсе де Есеновке ешкім ештеңе дей алмайды. Жусан банк 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд төлемеді. Ол табыс банкте жиналып жатыр. Ал 2023 жылы әзірге аудиттелмеген ақпарат бойынша 150 миллиард теңге таза табыс алған. Сонда қазір банкте 388 миллиард теңге кіріс қордаланып отыр. Осы қаржы мемлекеттің ақшасын түгелімен қайтаруға жетеді. Себебі Жусан банк мемлекетке шамамен 350 миллиард теңге қарыз. Жусан банк қожайыны Ғалымжан Есеновтың қандай шешімге келген биылғы жылдың бірінші жартысында білетін боламыз. Оған дейін директорлар кеңесі қордалан қалған дивидендтермен не істеу керектігін шешпек. Егер Есенов мемлекеттік қарызды толық қайтарса, қалған 38 миллиард теңгені өзіне дивиденд ретінде аудара алады. Банк қарызынан бөлек Ғалымжан Шахмарданұлының жеке қарызы бар екенін біреу білсе, біреу білмейді. Себебі Жусан банктың қалған 80% акциясы оған тегін келмегені түсінікті. Оны қайтару үшін де Есеновке кэш керек. Сондықтан дәл осы жерде не өгіз өлетін, не арба сынатын жағдай туындап отыр. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.